Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 65-ші бетті бірге талқылайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Use of English 5C. Past Simple Interrogative. Өткен шақтың сұраулы түріне қатысты берілген тапсырмалар. Exercise 6. 6-шы жаттығуымыз Complete the table. Таблицаны толтыр деген. Interrogative. Біз өткен шақтың сұраулы түрін қалай жасаймыз? Ең бірінші, did сөйлемнің алдына шығып кетеді. Did I play tennis yesterday? Мен кеше теннис ойнадым ба? Бұл сұраққа біздің қысқаша жауабымыз short answers. Егер ойнаған болсақ, yes, I did. Я, мен ойнадым. Егер ойнамаған болсақ, no, I did not. No, I didn't деп айтамыз. Did you play tennis yesterday? Сен кеше теннис ойнадың ба? Yes, I did. No, you didn't. Жоқ, сен ойнамадың. Я, сен ойнадың. Did he play tennis yesterday? Ол кеше теннис ойнады ма? Yes, he did. No, he didn't. Я, ол ойнады. Жоқ, ол ойнаған жоқ. Did she play tennis yesterday? Ол кеше теннис ойнады ма? Yes, she did. Я, ол ойнады. No, she didn't. Жоқ, ол ойнаған жоқ. Did it play tennis yesterday? Кеше ол теннис ойнады ма? Егер ойнаған болса, yes, it did. Ойнамаған болса, no, it didn't. Did we play tennis yesterday? Кеше біз теннис ойнадық ба? Yes, we did. No, we didn't. Я, біз ойнадық. No, we didn't. Біз ойнамадық. Did you play tennis yesterday? Кеше сендер теннис ойнадыңдар ма? Yes, you did. Я, сендер ойнадыңдар. No, you didn't. Жоқ, сендер ойнамадыңдар. Did they play tennis yesterday? Олар кеше теннис ойнады ма? Yes, they did. Я, олар ойнады. No, they didn't. Жоқ, олар ойнамады. Келесі тапсырма Exercise 7. 7-ші жаттығуымыз A. Put the verbs in brackets into the past simple. Жақшаның ішіндегі етістіктерді өткен шақ формасында жазуымыз керек. Marco Polo lived in Venice in the 13th century. Марко Поло 13-ші ғасырда Венецияда өмір сүрді. He traveled to Asia with his father and his uncle in 1271. Ол өзінің әкесі және ағасымен 1271 жылы Азияға саяхаттайды. They visited the court of Kublai Khan, the grandson of Genghis. Олар Шыңғыстың немересі Құбылай ханның сарайында болады. They stayed in Asia for 17 years. Олар Азияда 17 жылға қалады. Marco Polo explored all of China and the Silk Road. Марко Поло Қытайдың барлық жерін және де жібек жолын саяхаттайды. He returned to Venice in 1295. Ол 1295 жылы Венецияға қайта оралады. People enjoyed the stories about his adventures. Адамдар оның шытырман оқиғаларынан ләззат алады. He died in 1324. Ол 1324 жылы өмірден өтеді. Келесі тапсырма B тапсырмасы бойынша Put the words in the correct order to form questions based on the text. Answer them. Бұл тапсырмада төменде берілген сұрақтарды дұрыс орын тәртібімен орналастыруымыз қажет және де оларға жауап бер деген жаңағы оқыған текстімізге қатысты қойылған сұрақтар. Біріншісі, Did Marco Polo live in Venice? Марко Поло Венецияда өмір сүрді ме? Yes, he did. Я. Келесі екіншісі, Did he travel to Asia with his mother and father? Ол Азияға өзінің анасы және әкесімен саяхаттады ма?
Жоқ. No, he didn't. He traveled to Asia with his father and his uncle. Ол Азияға өзінің әкесі және ағасымен бірге саяхаттайды. Үшіншісі, did they visit the court of Kublai Khan? Олар Құбылай ханның сарайында болды ма? Yes, they did. Иә, олар болды. Төртіншісі, did they stay in Asia for 70 years? Олар Азияда 17 жылға қалды ма? Иә, yes, they did. Бесіншісі, did Marco Polo explore all of China? Марко Поло Қытайдың барлық жерінде саяхаттады ма? Иә, yes, he did. Алтыншысы, did he return to Venice in 1295? Ол 1295 жылы Венецияға қайта оралды ма? Иә, yes, he did. Жетіншісі, did people enjoy his stories? Адамдар оның оқиғаларынан ләззат алды ма? Иә, yes, they did. Did he die in 1326? Ол 1326 жылы өмірден өтті ме? Жоқ. No, he didn't. He died in 1324. Ол 1324 жылы өмірден өтеді. Міне оқушылар, біздің дұрыс жауаптарымыз осы. Келесі тапсырма speaking, айтылымға арналған тапсырмалар. Exercise 8, 8-ші жаттығуымыз. What did your partner do yesterday afternoon? Use the phrases to find out. Қасыңдағы серігің кеше түстен кейін не істеді, соны айту керек. Төменде берілген фразаларды қолдана отырып сөйлемдер құрайсыңдар. Listen to music, музыка тыңдау. Watch TV, теледидар қарау. Play computer games, компьютер ойындарын ойнау. Study English, ағылшын үйрену. Meet your friends, достармен кездесу. Cook dinner, кешкі ас әзірлеу. Go to school, мектепке бару. Сендерге мысал көрсетілген, соған қарай жасайсыңдар. Did you listen to music yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін музыка тыңдадың ба? No, I didn't. Жоқ, мен тыңдамадым. Біздің жауабымыз Did you watch TV yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін теледидар қарадың ба? Yeah, yes, I did. Did you cook dinner yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін кешкі ас әзірледің бе? Жоқ. No, I didn't. Did you go to school yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін мектепке бардың ба? No, I didn't. Жоқ, мен бармадым. Did you play computer games yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін компьютер ойындарын ойнадың ба? Yeah, yes, I did. Міне оқушылар, менің дұрыс жауаптарым осы. Келесі тапсырма writing, жазылымға арналған тапсырма. Exercise 9, 9-шы жаттығу. In 3 minutes, write 3 things you did yesterday and 3 things you didn't do yesterday. Find someone in the class who did exactly the same thing as you. Бұл тапсырмада сен кеше жасаған 3 іс-әрекетті жазуың керек, немесе жасамаған 3 іс-әрекетіңді жазасың. 3 минут ішінде жазуың керек, және де дәл сен секілді жасаған сыныптағы бір адамды табуың керек. Менің жауаптарым: I cooked dinner yesterday evening. Мен кеше кешкісін кешкі ас дайындадым. I went to the shop yesterday afternoon. Мен кеше түстен кейін дүкенге бардым. I played football yesterday. Мен кеше футбол ойнадым. I met my friend yesterday morning. Кеше таңертең мен досымды, ең жақын досымды кездестірдім. I ate fruits yesterday. Мен кеше жемістер жедім. I did my homework yesterday evening. Мен кеше кешкісін үй жұмысын дайындадым. Осыған ұқсас етіп жазсаңдар да болады.
Міне оқушылар, бүгін сендермен 65-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындап шықтық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше.